Мен Жоқсоңшы жалпы орта білім беретін мектебінің Расулметов Жауланбек табиғатты аяла форумының қатысушысымын. Sanırız. Ben Расулметов Жауланбек, size интервью алсам бола ма? Ya, olur. Өзі таныстырып кетесіз. Мен Сайрам тұрғыны алабының төбебейі, Қабазмат Тонамет болам. Сізге бір-екі сұрағым бар еді. Беріңіз. Сайрамда қазіргі таңда атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда Сайрамда атқарылып жатқан жұмыстар эко бойынша айтатын болсақ, біз как раз бүгін сағат 3-те біз орын басшыларымен жиналысымыз бар. Бізде Сайрамда 12 учаскеге бөлінген, 12 орын басшым бар. Сол орын басшыларымен ақсақалдар комитеті бар, мысалы аталарымыз бар. Солармен жиналып біз Құдай қаласа 27 сәуір күні Сайрамда үлкен бір жұмыс атқарады деп жатырмыз. Біздің тілде айтқанда азар дейді. Сайрамдағы көшелерді тазалық жұмыстарын алып барамыз. Арықтарын тазалаймыз. Сол сияқты тазалық жұмыстарын алып барамыз. Соны бүгін біз жиналысқа келісіп, техникадан шығарып, адамдарын сол жұмысқа шақырады деп жатырмыз. Құдай қаласа бұл жұмыс өткен жылдар болған. Біздің неміз тазалық бар жерде береке болады дейді. Соған үшін біз енді тазалықты бірінші орынға қойып жатырмыз Сайрамда. Құдай қаласа 27 сәуір бүкіл Сайрам тұрғын алап бойынша асар жұмыс болады. Құдай қаласа. Өзі таныстырып өтсеңіз. Мен Ерісбеков Дәуренбек, учаске биі боламын. Қазіргі таңда Сайрамда тазалық бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтып өтсеңіз. Енді тазалық бойынша айтайын десек, сөз көп қой. Бізде мусор алынбас еді. Барлығымыз қай жерге болса да барып тастардық. Қазір мына мусор машиналар қойып қойған, бізге батыр. Енді бізде олардың сұрап жатқанымыз, тағы да бір машиналарын жаңалатып, не қылса Сайрамымыз тағы да болған да таза жақсы болады. Келешекте Сайрамды қалай елестетесіз? Енді қалай болғанда барлық тәрбие отбасыдан басталады ғой. Әке-шешесі баласына жақсы тәрбие беретін болса, Құдай қаласа біздің Сайрам одан да бір жақсы күндерді көреміз деген ниеттеріміз бар. Сайрам осындай бір киелі жер. Әрбір бала өзінің тәрбиесін өзі қарап, ата-анасының сөзін құлақ асып, көшеде жүріс-тұрысын жақсылайтын болса, тәрбиесі оқуы жақсы болатын болса, Сайрам одан да гүлдеп жасайды, біздің ойымызша, Құдай қаласа. Жастарға қазір біздердің өрнек болып, осындай экологиямыз таза, жақсы қалында өтсе, келешекте сіздер тәрбие дамып кетесіздер. Сондай. Сіздерге үлкен рахмет. Мен сіздерден көп үлгі алдым. Келешекте сіздерге ұқсап жақсы үлгілі азамат болуға уәде беремін. Көтеру үшін Жетекшім мен қағаздарды қайта өңдеу шағын фабрикасына барып, сол жердің жұмыс барысымен, жұмысшыларымен таныстым. Assalamualaikum aka. Aleyküm assalam. Sizden ozgina intervyu olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bu ish bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? Bu ish bilan bir 10 yil, 12 yildan beri shug'ullanamiz. Shu sayramliklarga ko'chatlarda yaxshi navlarni olib kelib, yetishtirib sotamiz. Hozirgi kunda qaysi meva daraxtlarining ko'pini olishyapti? Hozirgi kunda shu mevali daraxtlardan ko'proq olishyapti. Olma, o'rik, shaftoli, keyin nok, har xil bir yaxshi bir navlarini olib kelganmiz, olib ketishyapti. Hamma rahmat deyapti. Bu daraxt haqida menga ma'lumot bera olasizmi? Ha, bera olamiz. Bu daraxtimiz shamshod deyiladi. Shamshodning o'zi har xil turlari bor. Bu katta bargli shamshod hisoblanadi. Qanday joyda, har qanday muhitda o'sadi bu. Qishin yozin shu nima qilib birdek bargi bilan turaveradi. Bu meva daraxtlar haqida menga ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, bular mana ular chereshnilar mana. Yirik soladi. Iyunda 15-20sida pishadi. Bunisi mana shaftoli, tukli shaftoli. Katta soladi. Iyul-avgust oylarida pishadi. Ilhom aka, intervyu uchun katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Salomatsizmi? Salomatsizlar. Sizdan intervyu olsam bo'ladimi? Ya, конечно, olamiz. Hozirgi taqda Sayram turg'un alabındagi ekologiyasi qanday? Сайрам тұрғын алабының экологиясы былай жалпылама айтсақ, жақсы деп айта аламын. Соңғы кезде үлкен жұмыстар атқарылды. Қалаға өткеннен бері мысалы уақытылы әр сейсенбі сайын, мысалы мен тұратын жерде сейсенбі сайын қоқыстарды жинап алып кетіп жатыр. Күнде таңертең мысалы адамдар